Әрбір адам баласы ақыл иесінің дұрыс сақталуын, мидың дұрыс жұмыс жасауын және жасымыз ұлғайған сайын ақылымыз арта түсіп, миымыздың сапалы түрде бізге сағат сияқты қызмет жасағанын қалаймыз. Бірақ ми адам ағзасындағы ең маңызды бөлік екенін көпшілігіміз біле бермейміз. Себебі бауыр, бүйрек, асқазан, жүрек, тері күтімдеріне мән береміз. Тіпті осы органдардың жақсы жұмыс жасауы үшін дәрумендер қабылдаймыз. Бірақ мидың жағдайына қатты мән бермейміз. Керісінше саналы түрде миды өлтіретін және мидың жұмысын әлсірететін әрекеттерге барамыз. Бүгін миға кері әсер тигізіп, уақыт өте келе ми жұмысының бәсеңдеуіне, тіпті миды өлтіруге дейін алып келетін күнделікті сіз тұтынып жүрген 5 қауіпті тағам жайлы сөз қозғаймыз. Статистика бойынша 90% оқырман каналға тіркелместен видеоны қарайды екен. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп қолдау білдірулеріңізді сұраймыз. Бірінші, алкоголь. Алкогольдің адам ағзасына кері әсерін біле тұра қабылдайтын, тіпті одан бас тарта алмайтынымыз бар. Алкогольді қолдану ми клеткаларын өлтіріп, уақыт өте келе ешқандай ем көмектеспейтіндей дәрежеге жеткізетіні дәлелденген. Әсіресе жасөспірім кезде мидың әлі дамып келе жатқан кезеңінде қабылданған алкоголь мидың тез бұзылуына алып келеді. Емдік немесе профилактикалық мақсатпен 20 граммға дейін ішілген алкоголь пайдалы деп есептеп келген жандар. Өкінішке орай, кез келген мөлшерде қабылданған алкоголь адам ағзасына кері әсер етеді. Әсіресе бауыр мен ми жұмысын бәсеңдетіп, нерв клеткаларының өлуіне дейін алып келуі анық. Екінші, тәттілер. Тәттілер құрамына кез келген тазартылған қант қосылған өнімдер, газдалған және газдалмаған сусындар жатады. Ми глюкозамен қоректенеді. Глюкоза миға және ағзаға энергия береді. Демек, мен ми мен ағзаның жақсы жұмыс жасауына жағдай жасап жатырмын деп ойлауыңыз мүмкін. Жоқ. Қант қан тамырларын ғана емес, ми клеткаларының өлуіне алып келеді. Өйткені қант адам ағзасының дерлік барлық бөліктеріне микроқабынулар туғызып, адам ағзасының жұмысына кері әсер етеді. Әсіресе ми клеткалары мен қан тамырларының және зат алмасудың бұзылуына алып келеді. Үшінші, трансмайлары. Құрамында трансмайлар көп тағамдарға фастфудтар, қуырылған тағамдар, жартылай дайын тағамдар, тез дайын болатын кеспелер, маргарин, кондитерлік бәліштер, шұжықтар, фри, чипси мен ащы таяқшалар жатады. Бұл тағамдар адам ағзасына өте зиянды, ешқандай құндылығы жоқ, тек қана қарын тойдыру үшін жеуге болатын тағамдар. Бұл тағамдарды күнделікті тұтынып, ағзаңызға ғана емес, мидың да баяу жұмыс жасауына ықпал жасайсыз. Нәтижесінде Альцгеймер ауруы пайда болу қаупі бар екенін де естен шығармаған жөн. Төртінші, дайын тұздықтар мен консервіленген тағамдар. Кез келген тағамның сәні мен дәмін келтіретін дайын тұздықтар пайдалы тағамды қауіпті тағамға айналдыруы мүмкін. Стабилизаторлар, эмульгаторлар мен консерванттарға, химиялық бояғыштарға, қантқа, сірке суына толы дайын тұздықтарды сіз қаншалықты жиі қолданасыз? Дайын тұздықтар мен консервілік тағамдар ұзақ уақыт сақталып, бұзылып кетпеу үшін қосылатын химиялық қоспалар адам ағзасындағы пайдалы микроэлементтерді, дәрумендерді жойып жібереді. Иммунитетті төмендетіп, зат алмасуы бұзылады. Нәтижесінде атеросклероз, онкологиялық аурулар, қант диабетіне алып келуі мүмкін. Сондықтан да бұл тағамдарды барынша сирек қолдануға кеңес береміз. Бесінші, майсыздандырылған сүтті өнімдер. Майсыздандырылған тағамдарға йогурттар, айран, сүзбелер, бәліштер мен кейбір тәттілер жатады. Егер сіз артық салмақтан арылу үшін калория аз тағамдар қабылдап, майсыздандырылған өнімдер тұтынып, дұрыс тамақтанып жүрмін деп ойласаңыз, қатты қателесіп жүрсіз. Себебі, тағамды майсыздандыру үшін бірнеше рет химиялық өңдеуден өткізіп, май орнына көмірсулар, крахмал, қант алмастырушы өнімдер қосылып, майсыздандырылған диеталық тағам орнына калориясы 3 есе жоғары өнім қабылдап жүрсіз. Осылайша майсыздандырылған өнімдер адам ағзасына қажетті дәрумендер мен микроэлементтерді жойып, ішектердің улануына, зат алмасудың бұзылуына алып келеді. Демек, арықтаймын деп жүріп, салмақ жоғалтудың орнына тағы бірнеше килограмм қосып алудың себебі осы. Адам ағзасы әрбір 90 күн сайын клеткаларды жаңартып отырады. Егер дұрыс тамақтанып, зиянды тағамдардан бас тартатын болсаңыз, артық салмақтан табиғи түрде арылатыныңыз сөзсіз.
Видео пайдалы болса лайк басып, ауырмасын деген жақындарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.